Мигель Баррега, жасы 25-те, бойы 175 сантиметр, салмағы 69-да 25 келі, өзі солақай боксшы. 5 дүркін Мексика чемпионы, бапкері Хосе Пекин. Ал енді оның қарсыласы 71 келі салмақ дәрежесі. Алтын бұрышта әрине біздің жерлесіміз команда капитаны Асланбек Шымбергенов, Қазақстан. Асланбек Тараз қаласының өкілі, жасы 30-да, бойы 182 сантиметр, салмағы 70-те 7 келі, өзі оң қолмен ойнайды. 2023 жылғы әлем чемпионы, 2022 жылғы Азия чемпионы, бапкері Ермек Ертаев. Сонымен, қанымдар мен мырзалар, тағы бір қошемет көрсетейік алдарыңызда. Қара бұрышта біздің қонағымыз Хосе Мигель Баррега, Мексика. Оның қарсыласы алтын бұрышта біздің команда капитаны Асланбек Шымбергенов. Секунданттар босатсын, рефери кездесуді бастасын. Keep your heads up, no holding, no low blow. Listen to my commands all the time. Shake hands, good luck. Сәттілік. Мексикалықтар айтпақшы Эль Капитан қазір жекпе-жекке кірісетін болады. Хосе Мигель Баррега. Назарларыңызда кәсіпқой бокста 24 жекпе-жегі бар, соның 20-сында жеңіске жеткен, 17-сін нокаутпен аяқтаған боксшы. Кәсіпқой бокста жүргеніне 8 жыл болды. Жекпе-жектерінің басым бөлігін Мексика мен Америка құрама штаттарында өткізген. Кәдімгідей тәжірибелі кәсіпқой боксшы ретінде қалыптасқан спортшы деуге болады, сондықтан жақсы бір қарсылас болады деп үміттенеміз. Шымбергенов әрине үйреншікті мәнерде бірден қарсыласын қашықтықта ұстай кетті, бойды сәл ұзындау екен қарсыласына қарағанда. Алдын қолда. Тым төмен салып жүрген сияқты соққыны, бірақ Баррегада жеңіл соққы болғаннан кейін бұған қатты мән берген жоқ. Да, фактурный, конечно же, парень. Хосе Мигель Баррега. Все-таки для него такой формат поединка, конечно же, привычней. Слишком уж низко опускает голову, на мой взгляд. Боксер из Мексики. Енді бұл мексикалықтардың стилі орта қашықтық, жақындау әрдайым. Ашық ұрыстан да бас тартып жатпайды бұл жігіттер. Сондықтан бұл жерде енді әуесқой мен кәсіпқой бокстың тоғысуы деуге де болатын шығар. Раундтарда міне өзің байқап отырғандай, не әуесқой, не кәсіпқойға да ыңғайлы деп айта алмаймыз. 6 раунд кәсіпқой боксшыға ыңғайсыздау болуы мүмкін. Әуесқой боксшыға да көп болса, кәсіпқой боксшыға аздау болып шығуы мүмкін. Тамаша, міне тағы да қашықтықты жақсы ұстай алды. Әсіресе міне сол қол Асланбек Шымбергеновке қашықтықты сақтауға жақсы мүмкіншілік беріп отыр. Но Баррега пока что, кроме прессинга, ударов не нанес еще таких вот акцентированных. Пытается все время сблизиться со своим оппонентом, но дальше свою атаку не развивает. Работает по корпусу. Асланбек бұған бармайды, әрине. Орта қашықтықты да қазір қабылдамайды, орта қашықтықта соққы алмасуды. Асланбек әрине барынша міне қашықтықтан жұдырықтасуға тырысады. Мүмкіншілік те бар, әрине оған бойды ұзындау қарсыласына қарағанда қолды ұзындау, сондықтан неге бұны қолданбасқа?
әзірше өте салқынғанды. Аяқпен жеп-жеңіл қимылдап қарсыласын қашып. Отличный удар по корпусу от Асланбека. Бірінші раунд аяқталды. И вот таким вот образом у нас первый раунд подошел к концу. Каких-то ярких моментов не было, кажется, на мой взгляд. Өте жақсы. Енді Екінші раунд. Баррега бірден жақындай кетті. Қашықтықты үзу жақындау қиын болатын түсініп отыр. Сондықтан міне кейде тіпті аяқтарын бүгіп барып, онсыз да аласа бойын төмендетіп қазір жақындауға жол іздеуде. Тамаша қорғанысты бұзып отыр. Мынадай соққылармен нокауттың да ауылы алыс емес сияқты енді. Соққы тигізе бастады. Да, действительно, и вес позволяет вложиться в удар. Конечно, очень жесткий. Соққылар ауыр ғой шынымен. Әуесқой бокстың қолғабымен қарсыластарын естен тандырып жүргенде қазір Барреганы да естен тандыру әбден мүмкін. Әзірше ондай бір мақсат жоқ сияқты. Барреганың барлық шабуылдарын күтіп тұр. Сезіп біліп тұр. Да, слишком примитивно работает Баррега. Обратите внимание. В закрытом таком блоке в защите пытается сократить дистанцию, и затем Асланбек просто расстреливает его одной лишь передней рукой. Толықтай 6 раунд бойы осындай мәнерде жұдырықтаса алады Шымберген. Да, вот насчет Барреги, кажется, сомнений нет, что он может работать в таком темпе, что все-таки действующий. Мансабында 6 раундтан да көп жұдырықтасқан, жалпы 10-12 раундтық жекпе-жектер бар. Но опять-таки нужно смотреть, против кого он дрался и какая позиция, и какой темп поединка был. Если темп поединка был примерно такой, то вряд ли, наверное, сможет на протяжении 6 раундов это делать. Нәтижелі шабуыл болмағанына қарамастан Баррега қазір тың көрінеді енді. Шаршады деп айта алмаймыз. Шымбергеновтың артынан жүріп отырып шабуылдауға мәжбүр. Да, ринг контролирует точно Баррега. Хосе Мигель. Қолдарын жоғарысында бірден жақындай кетті. Қашықтықты үзіп отыру керек екенін біледі. Басты мақсаты осы ғой. Асланбек тек қана алдыңғы қолмен ақ тоқтата салады Баррега. Оған қоса аяқтың қимылдарын да ұмытпаңыздар. Қол ұзындығы түсінікті ғой енді, бірақ бұл жерде аяқпен қимылдау да өте маңызды. Дұрыс қимылдау. Бірден қарсыласына шабуылдауға мүмкіншілік бермей араға шықтықты үзу. Бұл жерде ең алдымен артқа қадам жасау емес. Қарсыласын айналып өту ең алдымен. Оң аяқ сол аяқтың сыртына шығып кетіп. Шымбергенов Азия ойындарындағы Акадзаваға қарсы жекпе-жектен кейін рингте алғаш өнер көрсету айтпақшы. Бір даулы жекпе-жек болғаны естеріңізде шығар. Жартылай финалда жапон боксшысы Севонрец Акадзаваға қарсы жекпе-жекте жалпы жанкүйерлердің, мамандардың пікірінше
Шынбергеновтің жеңісін тартып алды. Секунданы қаржысы, second sound. Спартакиадаға қатысқан жоқ. Федерация босатқан болатын. Үшінші раунд. Ұлттық құраманың бірінші нөмірлі спортшысы ретінде әрине келесі жылы болатын олимпиадалық квалификация турнирлеріне қатысатын болады. Ал бұл салмақта тоқ жарған Талғат Шайкен айтпақшы ақмола боксшысы. Тағы да алдың қол. Аяқты өте жылдам қимылдайды Шынбергенов. Барега тек қана бір 5-6 раундта бір тәуекелге белу шабуылдап көретін шығар. Әзірше қолдан енді шынымен де түк келмей жатыр. Міне тағы қарымта соққы. Бұлай жалғаса беретін болса, шынымен де мерзімнен бұрын жеңіс болуы да мүмкін. Жоль, арба корпусы, да. Раз за разом наносит его Асланбек. Енді өте ыңғайлы, я солақай қарсыласы солақай болып тұра кеткен кезде өте ыңғайлы бұл соққын жасап. Кәдімгідей сұранып тұрады. Оң қолмен бүйірден соққы жасап. Много пропускает ударов справа. Мигель Барега. Мексикалық боксшыға бұл үйреншікті жағдай сияқты. Тағы да қорғанысты Барега бұза алмады бұл жерде. Ұстатпайды өзін. Асланбек. Міне енді бір-екі соққысы тиді ға. Мигель Барега. Здесь было попадание, да. Все-таки достиг. Бұл жерде Асланбек босаңси бастады ма әлде Барега бейімделіп болды ма әлде? Бұл раундта қарқыны жаман емес. Бареганың отып жатыр демейміз енді, бірақ. Ну и обратите внимание, что клинча стало больше со стороны Асланбека. Это первый такой вот показатель того, что, возможно, Шынбергенов начинает уставать. Қарсыласының соққыларын жеп қойып кәдімгідей Барега өз соққыларын да тигізіп отыр. Ну, Барега просто как поезд. Вперед, несмотря ни на что, на пропущенные удары. Я, жалпы Мексика бокс стилінде қорғаныс тәсілдері көп емес. Қорғанысқа көп ден қоймайтын бокс мектебінің өкілдері ғой. Да, обратите внимание, все время прессингует. Үшінші раундта Барега Үшінші раунд аяқталды. тәп-тәуір өнер көрсетті. Бірақ бұл әзірше раундтың екінші бөлігінде ашылды дейікші. Бұл әзірше жеңіске жетуге жеткілікті деуге де келмейді. Алда 3 раунд бар. Бұндай форматта көп өнер көрсетпеген енді Шынбергенов, сондықтан 3 раундтан көп айқасу бұл Барега ең алдымен. Жақсы, ыңғайлы. Сондықтан көрейік қазір. Ары қарай Мигель басымдылыққа ие болады ма? Секунданы қаржысы. Төртінші раунд Барега бірден жақындай кетті. Тағы да оң қолмен соққыны тигізе алды. Да, возможно, если я был бы тренером Хосе Мигеля Бареги, ставил бы акцент именно на поздних раундах, именно на опыте своих выступлений, нежели на классе и на стиле Асланбека Шынбергенова. В любом случае, это преимущество. Опыт в поздних раундах, работа именно в таком стиле. Но все-таки факт остается фактом. Много пропущенных ударов.
Енді былай сырт көзге Барегаға үйреншікті болып көрінеді көп соққы өткізіп. Қалай қарайсың? Сондай бір ой жоқ па сенде? Мән бермейді тіпті өзіне тиіп жатқан соққыларға. Ну, наверное, да. Но если судьи будут считать раунды, то, скорее всего, каждый раунд, на мой взгляд, будет проигран. Я бұған дейін Мигель өткен Барега. 3 раундта енді шынымен де Барега ұтылғанын түсініп отырмыз. Кроме прессинга и постоянного давления, Барега пока что мало что предложил. Бұрыштан аулақ болу керек. Бұны міне Асланбек те түсініп отыр. Бұрышқа жақындай кетсе бірден шығып кетеді. Барегаға міне осы жерде аяқпен қимыл жетпейді, қарсыласын ұстап қала алмайды бұрышта. Да, и плюс, знаешь, атаки немногообразные. Не работают абсолютно по этажам, на мой взгляд. Нет связок, каких-то комбинаций, нет таких длинных. Ну, опять-таки, это все-таки, наверное, образ именно профессионального боксера. Тиіп жатыр қазір Бареганың соққылары да. Міне тағы да керек десең. Қарқыны бәсеңдей бастады Асланбек, бірақ өзі де қапы қалып жатқан жоқ. Сен айтып отқандай клинч те көбейді. Да, обратите внимание, как дышит Асланбек Шембергенов. Все-таки для него это испытание. Все. Иә, оған қоса Азиададан кейін ешқайда жұдырықтасқан жоқ, осымен міне 2 айда болып қалды. Вот это да! Кәсіпқой Хосе боксшының осы Мигель болады. Барега, что творит этот мексиканец, а? Буквально из ниоткуда. Пошел добивать своего оппонента. Аяқта тұрып қалуға тырысады. 20 секунд уақыт созу керек, әрине Шымбергенов. Жоқ. Мырзағали Айтжанов ақ орамал тастады бұл Выбросил жерде. полотенце. Толықтай құптаймын. Әуесқой бокста ұлттық құрама сапындағы өнер әлдеқайда маңызды, сондықтан қазір денсаулығын сақтап қалу керек Асланбектің. Нормально ғой. Сұрап көресің. Мен біліп тұрмын. Кейін қарайсында рахмет айтасың. Вы все сами прекрасно слышите. Кейін қарайсында рахмет айтасың дейді. Шынымен де келсем. Толықтай келсем, спортшының денсаулығы, ұлттық құраманың мүддесі әлдеқайда маңызды. Қазіргі уақытта жоғарыда айтқан болатынбыз, Асланбек Шымбергенов ұлттық құраманың нөмір 1 спортшысы. Сондықтан қазір ең алдымен олимпиадалық квалификацияны ойлау керек. Иә, ары қарай тұрып беретін де шығар еді, жеңіп алуы да мүмкін еді. Бірақ бұл лотерея ғой, бұның қазір. Да, и плюс, знаешь, бел будың не қажеті бар бұл жерде. Ставить на это все ради победы, да, согласен, конечно же, но тем не менее. Енді айттық қой, нағыз кәсіпқой боксшы 24 жекпе-жегі бар. 20 жекпе-жекте жеңіске жеткен 17-сін мерзімнен бұрын аяқтаған. Және 3 раунд, үйреншікті 3 раундты жұдырықтасып берді Асланбек, бірақ 3 раундтан асып еді, міне осындай жағдайға душар болып отыр. Ну, Хосе Мигель Барега, конечно, сегодня удивил. Мерзімнен бұрын аяқталған алғашқы жекпе-жек. Хосе Мигель Барега Мексикаға жеңіспен оралатын болады. Қымбат ханымдар мен мырзалар, 71 келі салмақ дәрежесінде өздеріңіз көргендей 4-ші раундта жеңіске жеткен қара бұрыштағы боксшы Хосе Мигель Барега, Мексика. Және де Асланбек бауырымызға бір қолдап қойайық. Асланбек, үміт барындарында арасында. Біздерін көргілер жүзді аламыз. Көп рахмет Асланбек шүндерге. Қадірменді
Bilen bir neçe setlerden keyin biz IBA Çempionlar Günün odan әрі жалғастыратын боламыз. Міне, нокдаун болған сәтті тағы бір тамашалап көрейік. Дәл осы соққыға ашылып қалған. Еш қиындықсыз аяққа тұрды Асланбек. Ары қарай жекпе-жекті жалғастыруға дайын болды. 24 секунд қалып еді. 4-ші раундтың аяқталуына. Бірақ Мырзағали Айтжанов ұлттық құраманың бас бапкері жекпе-жекті ары қарай жалғастырмауды жөн санаған екен.